Әрине біз тек қана ислам әлемі үшін ғана емес, бүкіл адамзат үшін қайғырамыз мұсылман ретінде. Бірақ оны шешу жолдарына біз өзімізден бастау, яғни дәріс алу. Мынау небір мәтелдер бар ғой, көптеген мынау тәжірибеде, адам тәжірибесінде ақылды адам басқалардың жіберген қателіктерін қарап отырып, содан сабақ шығарады дейді. Ал ақымақтар өзінің басынан өткізіп барып сабақ шығарады дейді мысалы. Ислам осыған айтып жатыр. Тек қана сенің өзіңнің бойынан өткізу ғана емес, сені қара, анаған қара, мынаған қара, өзіңді салыстырып тана деген мәселе. Міне осы жерде өзін көрсетіп жатыр. Сондықтан уммашылдық деген бұл рас, біз умматул Мұхаммадин немесе умматул муслимин деген бізде бар. Біз оны біз әрдайым жұма намазында біз айтамыз, намазға жатқан кезде. Оны бізде ешкім жоққа шығара алмайды. Бірақ умманың артындағы жаңағы саяси тұтастану немесе саяси неге тартылу, былайша айтқанда исламдағы жаһанданушылық тенденциясы кешегі вахабилік, сәләфилік тенденциясымен өзін көрсетті. Олар айтты ғой, сендердің ұлт жаңағы немесе мемлекет деген мәселені қойыңдар. Бәріміз бір проблема, бір тудың астында жиналамыз деген сияқты. Сонда біздің көп жастарымыз өзінің тарихынан, діни танымынан, мәдени құндылықтарынан, ұлттық құндылықтарынан, ата-анасынан жеріп кетіп барады ғой. Бұл шариғатымызға қайшы, дініміздің негізіне де қайшы мәселе. Сондықтан алдыменен өзіңді тану, өзіңді басқалармен салыстыра білу, ұлт болудың негізгі критерий осылай болу керек.